Салем достар, әңгімені тыңдамас бұрын маған тіркеліп қолдап кетіңіздерші. Атыраулықтар үшін, яғни біздер үшін алдыңғы апта қолайсыздау болды. Неге десеңіз, ауа райының күрт өзгеруі ықпал болып тұр. Жауын шашынның жаууы, көшелердің лай суға толуы, бұлаң батпақ балшықтың сарсаңы халықты біраз сарсаңға салды. Апта демекші, алдыңғы аптаның жексенбі күні жастар сүйікті ойындарының біріне айналған жайдарман ойыны болған еді. Осы кешке баруды көптен күтіп тіпті жоспарлаған да едім. Сәті түсіп жолға шықтым, қалтамның жұқалығына қарамастан такси ұстауға бел будым. Жол жиегінде қол көтеріп тұрғанымда бірден байқаса керек, бір такси жеделдетіп келіп тұра қалды. Айтқан бағама келісе кеткені, кішкене де болса қуанышқа бөледі. Біраз жолда артқа тастағаннан кейін ағамды сөзге тарта бастадым. Қай жерге барсаң да, Жанармайдың жыры ойбай ақша. Бұл ағамызда осы әңгіменің төркінен ауытқаған жоқ. Әптегеннен ақ Жанармай құнының қымбаттауы мен тапшылығын айтты. Жанармай түгілі, тамақтың, киімнің күннен күнге бағасының шарықтап бара жатқаны ағамызды іштей қынжылтатын секілді. Әңгіменің өрбуі былай басталды. Жүргізуші ағаның айтуынша, қазіргі таңда күйін қара халықтау. Олар да таңнан кешке дейін нан табудың қамымен жүгіріп жүргені белгілі. Сонда тапқан табысын күнделікті тамағына ма әлде жанармайына жеткізе ме деп іштегі шерін айтты да үнсіз қалды. Үнсіздікке жол бермеу үшін тағы да сұрақ жаудырып, осы жұмысыңыз тұрақты кәсібіңіз бе, немесе қосымша табыс көзіңіз бе? Деп сұрауды жөн көрдім. Бір мезетте жылы дауыспен таксист аға былай деді: мен тұрақты таксист жүргізушісі емеспін. Бұдан 1 жыл жарым осы кәсіппен айналысқамын. Күнде ара-тұра демалыс күні шығып тұрамын деп әңгімесін аяқтады. Арада тағы да үнсіздік. Үнсіздіктің артында не жатқанын кім білсін. Бір жақсысы жүргізуші ағаның бір бағамен қатып қалмайтынын ұқтым. Тек тұтынушы келіп ұсынған бағаға келісіп жүре береді екен. Содан тұтынушы саны да көп екенін айтты. Әр істің соңында қайыр мен берекесі бар деседі, бұрынғы дана халқымыз турасында тегін айтылмағанын осы әңгімеден кейін ұққандай болдық. Жол бойы әңгімеміз жарасып, ағаның жылы қабақ білдіріп сөз алмасқанға тұшымды жауап айта алғанына дән ризамын болдым.